Ассалаумағалейкум ардақта ғайын, қатырлы Қазспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Сіздердің назарларыңызда жастар арасындағы көкпардан 12-ші ел чемпионаты. Бұл чемпионат Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында жалауын желбіреткен болатын. Міне соның көрсетілімдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бүгінгі бәсеке дәл осы алаңның иесі Ақтөбелік команда Тайбурыл және олардың қарсыластары Алатау командасы, атайтып тұрғандай Алматы қаласының балуандары. Сонымен қос команданы таныстыра кетейік. Әуелі Алатау көкпар командасы қонақтар Өмірбек Төлеев бастайды, Дулат Батырбеков, Ерболат Әбдіразақ, Сүлейсенал Еспергенов, Сапарбек Мансурбаев, Ағдаурен Әбдірахман, Шерхан Сәбден, Бағдаулет Тәжібай, Мұхамеджан Қадырхан, Айбек Дайрабай, Ернат Мәлімбай, Нұрби Тұрсынбеков. Міне осы жігіттері Алатау көкпар командасының сапында өнер көрсетеді. Команданың жетекшісі Дербіс Байділдаев, команданың жаттықтырушысы Серік Құлбаев. Ал алатаулықтарға қарсы ойын көрсететін міне түрлері үлгіріп тұрған уыздай жас жігіттер. Тайбурыл көкпар командасы Ақтөбе облысы Бердіғали Жакишев, Қанат Тұрсынбаев, Шымболат Тұрдыбаев, Бағдаулет Сәдібек, Төрехан Сарымсақов, Қуаныш Сәрсенбай, Серік Мырзашев, Алмазбек Кенегес, Сейділі Дәулет, Әлшер Жақсыбай, Алшынбек Бектұрсынов, Оразбай Қойлыбайұлы. Ал осы жігіттерді жаттықтыратын және команданың жетекшісі Нұрлан Додай, Ақтөбе облысының талай рет намысын қорғап, талай жарыстарда жүлделі орын алған азамат, бүгінде жаттықтырушы және команда жетекшісі. Ал ортадағы төреші Нұрхан Айтбаев, қапталдағы төрешілер Бақчан Кенжебеков, Наурызғожа Әмзеев, Ақылбай Меңдіғалиев. Бірі Орал, Қызылорда сияқты өңірлерден дәл осы бәсекеге келіп қапталда төрелік ететін болады. Сонымен ардақта ағайын, өздеріңізбен бірге дәл осы көкпар бәсекесін тамашалайтын комментаторларыңыз Қайырхан Мәулен, өз топырақтарында өнер көрсететін Ақтөбе облысының Тайбурыл көкпар командасы. Әрине бұл ойынға сақадай сай. Әдеттегідей көкпардың ережесі бойынша қос команда бір-бірімен қол алысып, сәлем сауқат сұрасып алғаннан кейін бәсеке басталатын болады. Ережеге байланысты серке кіші шеңберге тасталады әуелі. Сол кіші шеңберден төрешінің ысқырығынан кейін 1 минуттың ішінде көтерілу керек, егер ондай жағдай болмаған жағдайда. Яғни серке жерден көтерілмеген кезде ортада жекпе-жек сайысы жалғасатын болады. Бұл бекітілген ережеге сәйкес. Міне ақтөбеліктер дегеннен ақ серкені көтеріп тақымға басты. Серік Мырзашев, Сүлік қара дейтін тұлпар астындағы, расында да қара тұлпармен қараңыздаршы, алматылықтарды айналып өтіп. Қанша серкеге жабысқанымен серіктің тақымындағы серкен алуға бата алмай жатыр. Міне қазір салым салуға мүмкіндік. Сәленкеге өту керек және салым. Бәрекелді. Серік Мырзашев ардақта ағайын. 1995 жыл туған шабандоз. Сүлік қара дейтін тұлпар. Міне ойынның алғашқы шабуылы, алғашқы минуты, алғашқы салымы. Бірінші минуттан ақ серкені жерден көтеріп алды да төрешінің ысқырығынан кейін
төрешінің екінші ысқырығында салыммен аяқтады. Бәрекелді. Ақтөбеліктердің мерейлері осылайша үстем болып отыр. Жанкерлердің де қуанышында шек жоқ шығар. Әуелгі ойын басталғаннан ақ дәл осындай қарқынмен бастаған ақтөбеліктердің бұл ойында едәуір үлкен жетістікке жететіні белгілі болып тұрғандай ақ. Бірақ алматылық жігіттер де осал емес. Қанша облыстан Алматы қаласы бірдей дайындық жүргізіп, бір деңгейде өмір көрсетуге дағдыланған. Міне қазір қалың топтың арасында қалып қойды Серке. Алмазбек Кенегес Серкені ұстап, міне дәл қазан шеңбердің кешіріңіздер. Дәл ортасына әдем етіп кеп, сүйретіп кеп салып өткенін көрдіңіздер. Алмазбек Кенегес 1998 жыл туған шабандоз. Тұлпары Қырғыз Қасқа, Ақтөбе облысының палуаны. Осылайша ойынның екінші минутында салым салып ақтөбеліктердің басымдығын одан сайын күшейтуде. Міне байқасаңыздар, ақтөбелік жігіттер қақпайлап алматылықтарды алдына түсіп алады. Серке мен Алматының арасында арашада тұрады. Сол кезде сәтті пайдаланатын ақтөбенің жігіттері Серкені тақымға басуға ұмтылып және одан мейлінше нәтиже шығарып жатқанын да көріп отырмыз. Жалпы дәл осы көкпар бәсекесіне жастар арасындағы биыл 12-ші рет өткізіп отыр. Ең мықты командалар Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер көкпар командасы, Әулиеата бар, және осы ақтөбеліктерді айтуға болады. Тағы да Серік Мырзашев қазір келді және салым. Серік Мырзашев ардақты ағайын, 7-ші нөмірдегі шабандоз. 1995 жыл туған. Астындағы тұлпары сүлік қара. Міне ойынның алғашқы минутын дәл осындай әдемі салыммен бастаған болатын. Мінекей 3-ші салымды да өзі салып отыр Серік. Азамат, жарайсың. Жалпы бүгінгі ойында байқасаңыздар, ардақты ағайын, ақтөбеліктердің енді дайындықтары өте мықты екені көрініп ақ тұр. Шабуыл жасалады, аяғы салыммен бітеді. Шабуыл жасалады, аяғы салыммен бітеді. Жалпы футболды да өздеріңіз жақсы білесіздер, статистика көрсетеді. Сода егер 20 рет қақпаға соққы бағытталса, соның біреуі, екеуі тіпті кейде мүлдем гол болмай жатады. Ал бүгінгі көкпар бәсекесінің статистикасында барлық шабуылдар салыммен аяқталатын сыңайлы. Бірақ қазір Серкені ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Ортада жекпе-жек сайысымен жалғасатын болады бұл бәсеке. Ақтөбе мен Алматының қос мықтысы ортада. Шымболат Тұрдыбаев, міне Сапарбек Мансурбаев. Қос мықты өзара
Серкен жерден көтеріп тақымға басуға ұмтылады. Өте жас жігіттер міне көрініп ақ тұр. Қараңыздаршы. Қалай қимылдайды. Міне келді. Және салым ардақты ағайын. Қандай тамаша, қараңыздаршы. Бәрекелді. Қанат Тұрсынбаев, ардақты ағайын. 1995 жыл туған шабандоз. 9-дық дейтін тұлпар астындағы. Есепті қайта-қайта еселіп жатыр. Міне, жекпе-жек сайысынан кейін тағы бір салымда еншілеген ақтөбеліктер. Алматының балуаны Серкенін жерден көтеріп жатқанда құлатып алғанын байқадық. Өзі де тіпті атынан түсіп қалды. Ақтөбеліктер қайтадан шабуылға басты. Серік Мырзашев бүгінгі ойында өте белсенді өнер көрсетуде. Қараңыздаршы, қандай тамаша салым. Расымен де асықпай ешқандай қорғаушының барлығын аттап өтіп, Серік Мырзашев осылайша тағы бір салымға қол жеткізіп отыр. Әлде біраз таныстырар ма екенбіз бұл палуанды? Әлде басқа өзінің әріптестеріне салым салуға мүмкіндік берер ме екен? Серік Мырзашев Серкенін тақымға басса болды. Шабуылы бір салыммен аяқталып жатқан жайы бар. Сүлік қара дейтін тұлпар. Бұл ойында бәрінің есінде ерекше қалатыны сөзсіз болып тұр. Қазір тағы да ақтөбеліктер Серкенін жерден алматылықтарға қарағанда бірінші болып көтеруге барын салуда. Міне, қап, ат тұяғының астында қалып қойды. Егер 1 минут күтеді, 1 минуттың ішінде жерден Серке көтерілмейтін болса, онда ортада жекпе-жек сайысының жалғасатын болады бәсеке. Серке міне көтерілді. Алматы қаласының палуаны мінекей. Нұрбей Тұрсынбеков Серкені көтеріп шабуылға кетті. Қараңыздаршы, қалай әдемі өтіп барады қарсыластарының қорғанысынан. Қабая. Кішкене ертерек тастау керек. Сол кезде бәлкім мүмкіндік болар ма? Ал сүйре. Әлде алматылықтар үмітті үзбеу керек. Осы жерден Серкені сәл ғана алып шығып, алға қарай сүйреп барып, шеңбердің ортасында өткізуге болады. Бірақ енді жасыратын жоқ, алматылықтар әдемі ашық тұрған шеңберден салым салмай бір ұпайдан айырылып қалғанын көрдіңіздер. Серке ойын алаңының сыртында, оған себеп осы команданың алматылықтардың шабуылы, ақтөбеліктердің қорғанысы. Шынболат Тұрдыбаев, Ерболат Әбдіразақ ал басталды. Міне қазір мүмкін дегенде Ерболатқа міне алу керек. Қабая. Қарсыласы келмей тұрып жерден Серкені көтеріп алуға мүмкіндік бар еді. Алайда жалпы Ерболаттың астындағы бұл тұлпары да жекпе-жекке аса бір қатты дайын ат емес сықылды. Қарасаңыздар, алқыммен соғу жоқ.
аса бір қатты қарсылық таныта бермейді. Шымболат Тұрдыбаев мінекей Серкені сыртқа шығарып берді. Кезек-кезек қолға іліккен Серке ешқайсының тақымына барар емес. Міне қараңыздар, қандай тамаша. Алмазбек Кенегес. Алмазбек Кенегес міне тақымға басып Серкені шеңберге қарай жақындап келеді. Ақтөбенің балуандары қарсыластарының қазандығына жақындаған сайын қорғаныс азайып жатыр. Төрешінің шешімі қалай болар екен? Салым. Өте тамаша, ардақты ағайын. Алмазбек Кенегес 1998 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары қырғыз қасқа. Ақтөбе облысының палуаны. Мінекей ойынның алғашқы таймының соңғы минуттарында осындай тамаша салым салып бәрін қуантып отырған жайы бар. Алмазбек Кенегес бұл ойындағы екінші салымын осылай салды. Міне Серкеге деген талас. Сейділді Дәулет Серкені өз тақымына басып шабуылды бастамақшы болған жайы бар еді. Алайда ойын алаңының сыртына шығып өткенін көрдіңіздер. Ортада жекпе-жек Бердіғали Жакишев, Ерболат Абдыразақ. Кімнің мерей үстем болады екен? Бұл жолы атты адамда ауысқанын көріп отырмыз екі команданың тарапынан да. Сонымен, кім бірінші болып еңкейді? Міне алматылық палуанның еңкейін көрдіңіздер, бірақ әдемі сәтті пайдаланды Бердіғали Жакишев. Ойын алаңына қарай кетпеу керек. Командалық әріптесі мінекей жәрдем беріп Бердіғали Жакишев басып келе жатқанын көріп отырсыздар. Енді салым салу керек. Еңкейе кетті тастауға болады, алайда шығып кетті. Әдемі салымдан айырылып қалды. Енді Серкені көтеретті. Осы алматылықтардың шеңберінің ішіне тастайды, яғни үлкен шеңберінің. Сол жерде бүткіл команда бойынша бәсеке басталуға тиісті. Төрешінің ысқырығы баста дейтін пәрменді беріп, алматылық палуанды қараңызды шаттық қабая атаяғының астында қалып кетті. Бірақ ол аса бір қатты әсер еткен жоқ, қайтадан тұрып өз атына іздеу салып әрі қарай ойынды жалғастыруға бекінген екен. Тағы да Серік Мырзашев өзінің дөтей ойыншы екенін, талантты көкпаршы екенін, ат үстінде мығым отырып құрыш қолдарының жуан білектерінің мықты екенін көрсетіп отыр. Расымен де алматылықтардың қорғаныс күшейе беріп жатыр өткен сайын уақыт. Міне ардақты ағайын, бұл шабуылда қорытындыланды. Нәтижесінде Серік Мырзашев тағы бір салымның авторы. Таныстыра кетейік, артық болмас 95 жыл туған, сүлік қара тұлпарының астына мінген тұлпара. Осылайша ойынның соңғы минутында керемет салым салып
бірінші таймды осылай аяқтайтын сыңайлы. Жарайсың, Серік. Бұл шабуыл соңғы шабуылдардың бірі болуы мүмкін дейтін болжам жоқ емес. Себебі көп спортшы төрешінің ысқырығын ғана күтіп жүр дәл қазір. Себебі бірінші таймның аяқталуына санаулы секундтар ғана қалды. Жалпы мұнда келген жігіттердің баршасы да әрбір сәтті тиімді пайдалануға тырысады. Негізінен 2 тайм көкпардың ережесі бойынша 20 минуттан, ортасында 15 минуттық үзіліс бар. Біз әрине ол үзілісті алып тастаймыз да тек ойын барысын, нағыз қызуғанды жерлерін ғана өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Төрешінің ысқырығы бірінші кезеңнің аяқталғанын дәлелдеп отқан сияқты. Есеп 7-0, Тайбурыл ақтөбеліктер алда. Енді Алматының екінші таймда бағын сынап көретін боламыз. Нұрхан Айтбаевтың бұл белгісі екінші кезеңнің басталғанын айғақтайды. Сонымен есепті 7-0-ге жеткізіп, Ақтөбенің Тайбурыл көкпар командасы бірінші кезеңін аяқталған болатын бұл бәсекенің. Екінші кезең басталды. Екінші кезеңде алматылықтар Дербіс Байділдаев ағаларының ақыл кеңесіне қанығып, өте қарқынмен бастау қойып барған. Міне соның нәтижесінде Серкенінде алғаш болып өздері жерден көтеріп жатыр. Алайда ақтөбеліктердің оған оңай дес бере қоюы қиын. Себебі бүкіл жанкүйердің осы ипподромда тақымын қысып отырған ағайынның үкілеген үміті бұл ақтөбеліктер. Сондықтан жауапкершілік сезінген қос команда шын мықтыны өзара анықтап жатыр. Шүкіршілік етуіміз керек, соңғы уақыттарда тек оңтүстік Қазақстанда, Таразда, Қызылордада ғана емес, Алматы қаласында, Астана қаласында ұлттық спортқа ерекше мән беріліп, оның ішінде осы көкпар бәсекесі қызу жұмыстың қорытындысы бойынша өз жемісін беріп келе жатыр. Мәселен, Атыраудың Нарын көкпар командасы биылғы жылы өткен ересектер арасындағы ел чемпионатында вице-чемпион атанды, яғни екінші орынды иеленді. Маңғыстаулықтардың аяқ алыстары өте мықты. Ақтөбенің бүгінгі ойынын көріп отырсыздар. Сондықтан бұрынғыдай кінә тағуға келмейді бұл өңірлер. Өте қарқынды, жақсы жұмыс істеп жүр. Біз Ақтөбенің ұлттық спорт мектебімен таныстық. Өте керемет жағдай жасалған барлық спортшыларға және қызметкерлерге. Енді тек жас балалардың дәл осы ұлттық спортқа қызығуы, қанда бар қасиетті қастерлеуі, осы сияқты патриоттық санаға сиятын дүниелер қалды. Әзірге күн өткен сайын оқушылардың сандары да өсіп жатқанын, тәжірибелі мықты спортшы болмаса да талантты спортшылардың көп жиналғанын
хабарлап бізге өңір-өңірден, жер-жерден қуантуда. Сонымен ойынға келейік. Тартысты бәсеке жалғасып жатыр. Расымен де алматылықтардың бұл жолғы қарқыны өте керемет. Өздері қорғаныстан қолы тимей шабуыл жасамаса да, қарсыластарына тойтарып бере алатындай ойын өрнегін көрсетуде. Шымболат Тұрдыбаев, Ерболат Абдыразақ ортада жекпе-жек. Мінекей. Шымболат міне Тұрдыбаев өз атының тұяғының астын жаншылып қойды. Қабая тамаша мүмкіндік еді ғой. Серкен жерден көтеріп ап, алдыға өңгеріп, бірден шабуылға баса кететіндей мүмкіндік бар еді, бірақ Ерболат сол мүмкіндіктен айырылып қалған сыңайлы. Жалпы жекпе-жек сайысынан өте тәжірибесі мықты спортшылар біздің елімізде жоқ емес, бірақ көп те емес, ардақтар ағайын. Міне біз соның дәлелін көріп отырмыз. Әйтпесе қасқағым сәтте жерден Серкені көтеріп ап, тақымға баса кетуге болатыны жағдай. Қызы ойын өрбіп, міне 4-ші нөмірдегі ақтөбелік балуан Бақдәулет Сәдібек шабуылда қандай нәтиже шығар екен? Алматылықтар абдырап қала ма, әлде қорғанысы қатая ма? Міне, тастау керек, бірақ төреш салым дейтін ұйғарымды шығарған екен. Бақдәулет Сәдібек, ардақты ағайын, 1997 жыл туған шабандоз, 8-ші салымның авторы атанып отыр. Қарыңызға қандай тамаша салым. Кіші шеңберде жатқан Серкені 1 минуттың ішінде көтеруге тиісті. Кімнің мерейістен болады екен? Міне, тағы да Серік Жакишев тізгінді өзі қолын алған сыңайлы. Бір айналып барып, міне тұсыртынан қазір жасау керек, және еңкей салым. Серік Мырзашев, ардақты ағайын. Өте тамаша. Бүгін бұл балуанның есімі көп аталды, себебі әрбір салымға бұл балуанның үлесі бар. Серік Мырзашев осылайша өте мықты ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Серкені 1 минуттың ішінде жерден көтеріп алуға тиісті. Біз бұл ережелерді қайталаудан жалықпаймыз, себебі бізді көріп отырған кішкентай бүлдіршіндеріміз, жастарымыз көкпарға қызығушылық оянып, тек алаңнан барып үйренемін деп емес, ережелерді осы бастан Қазспорт телеарнасының эфирі арқылы да көріп отырып, естіп отырып үйренуге мүмкіндік бар. Міне тағы бір салымның есі шығып тұрған сияқты. Қалай болар екен? Салым, ардақты ағайын. Керемет.
Алмазбек Кенегес дейтін өте талантты ойыншы 1998 жыл туған. Қырғыз қасқа депті тұлпарының есімі. Бәлкім қасқасы кіші болғаннан да осылай аталған шығар. Қырғыздың көзіне ұқсатып. Қырғыз қасқа Алмазбекке тағы бір салымды алып келгенін көрдіңіздер. Бүкіл команда жиналда Серкеге қарай аттан деген сыңай танытқан Нұрхан Айтбаевтың ысқырығы осындай бір ой салады. Қолының сермегені барлығы да. Сонымен қалың дода Серкеге талас жеңіс үшін барын салу, жеңістің жолындағы тер, арпалыс, намыс, жігер, қайрат, рух, міне осындай ұғымдардың барлығын бір бойына сіңірген шіркін бір құйын саналатын бұл көкпар ата-бабамыздан қалған. Міне қазір тастау керек, бірақ шығып кеткенсің айлар. Серке шеңберден шығып кеткен жоқ екен. Төреші салым деп нұсқаған, алайда онысынан айныпты бұл пікірінен. Алматылық палуан міне әрдайым жекпе-жекте алмастырмай келе жатқан өзін мықты палуан. Ерболат Әбдіразақ Серкені тақымға басып жүр. Командалық әріптестеріне ұзатып жіберу керек. Сонда ғана нәтиже болады. Міне қазір ақтөбеліктердің қалың додасының ортасына түсіп қойды. Енді серкісінді палуандар тақымнан жұлып алып өз алдына өңгеруге барын салуға дайын-ақ тұр. Бірақ Серке ойын алаңының сыртына шықты. Себепкер Шымкент көкпар клубымен кешіріңіздер. Сонымен ортада жекпе-жек сайысы. Қанат Тұрсынбаев Ерболат Әбдіразақпен жекпе-жекке шығып, міне Серкені тақымына басып алған жайы бар. Ал басу керек енді. Бірақ алматылықтар қалың додадан шығармай жатыр. Қабая Серке ойын алаңының сыртына шығып кетпесе болғаны. Бірақ аттың басын тізгінін тарту керек, бұру керек. Бірақ Серке ойын алаңының ортасында емес, талас тартыстың нәтижесінде сыртқа шыққанын көрдіңіздер. Әрі қарай тағы да жекпе-жек сайысы. Алматылықтар ең алғашқы минуттан-ақ дәл осындай қарқынмен ойнағанда, бәлкім қазір салым саны азырақ болар ме еді. Қанат Тұрсынбаев шығу керек болған, алайда үшінші нөмірдегі Шымболат Тұрдыбаев жоқ, Қанаттың өзі екен, иә. Қанат Тұрсынбаев мінекей 95 жыл туған шабандоз. Және оның қарсыласы Ерболат Әбдіразақ. Жалпы қос спортшы болмаса да, Алматының палуаны Ерболат Әбдіразақ барлық жекпе-жекке өз шығып өнер көрсетуде. Тақымға басу керек. Бұндай талас тартыстың кезінде
аяқтың арасынан өткізіп тарта түсу бұл жақсы, өте жеңілдік сыйлайды көкпаршыға. Ал енді атты тебініп жұлып алуға, барын салуға дайын тұрған қос команданың жігіттері біз көріп отырған. Ардақты ағайын, Қазспорт телеарнасының эфиріне енді ғана қосылған көрермендер болса, айта кетейік, сіздердің назарларыңызда көкпардан жастар арасындағы 12-ші ел чемпионаты Ақтөбе қаласында өтіп жатыр. Жалпы бұл чемпионатқа 8 команда қатынасуда. Алматы қаласы, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Шымкент, Жамбыл, Қызылорда және Ақмола облысы. Міне осындай командалар қатысып отырған ойынның бүгін 4-ші жекпе-жегін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Жергілікті команда Тайбурул Ақтөбе және оның қарсыластары Алатау, Алматы. Дулат Батырбековтың еншісінде кеткен сияқты жекпе-жектің серкесі. Бірақ серкен жерден құлатып алған жайлары бар. Сонымен кімге бұйырат келесі сала? Көрейік. Тағы да Серік Мырзашев сықылды. Серкен тақымға басқан екен. Командалық әріптесі Мұхамеджан Қадырханға кешіріңіздер. Сейділі Дәулетке ұсынуда. Сонымен ортадағы төрештің біз қырғын тосудамыз. Осылайша ойында аяқтағанын көрдік. Өте тамаша. Ақтөбеліктер айқын басымдықпен жеңіске жетіп отыр. Жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Жанкүйерлердің баршасында қуантып тастады. Дәл осы жастар арасындағы байрақты бәсекенің келесі ойыны ардақты ағайын. Батыс Қазақстан облысы мен Маңғыстау облысының көкпаршыларының арасында өрбейтін болады. Қазспорт телеарнасы әрбір шаңырақта қосылып тұрсын. Бұл көкпар бәсекесі қорытынды есебі 10-0. Тайбурул Ақтөбе алда. Біз құттықтаймыз. Алматылықтардың да ойын жауын болды деп айтуға келмес. Хабарды дайындаған және жүргізген Қайырхан Мәулен, режиссері Руслан Дәулетов және Жарқын Барақбаев. Біз өздеріңізбен біргеміз әрдайым. Аман сау болыңыздар.